Ақан Сатаев пен Назира Бақаеваның ажырасуына актриса Альмира Тұрсын себепкер болғаны айтылып жүр. Танымал режиссердің бұрынғы жұбайы Назира Бақаеваның сұхбатын талқыламаған адам кем-де-кем. Бір кездері қоштасқым келмейді, Алла жар фильмдерінде ойнаған актриса Сатаев үшін мансабынан бас тартып, 5 бала дүниеге келген. Ата енесіне қараған, әр туындысының соавторы болыпты. Бұл сұхбатшымен де жарылған бомба сияқты болды десек артық айтқанымыз емес. Жаңа жылдағы ұзақ демалыстан жалға бастаған жұртқа үлкен бір тақырып болды. Ақан Сатаевтың екі жары Назира Бақаева қысқа сөз подкастында бұрын соңды айтылмаған жайттарды жариялап тастаған. Өзі ұзақ жылдар бойы хиджаб киіп дін жолында болдым дейді. Назира Бақаева көп әйел алуды қабылдай алмағандығын жасырмады. Сол сұхбатта діни тұрғыда жоққа шығармайтынын, бірақ жеке өмірінде мұндай форматқа дайын еместігін жеткізген екен. Оның сөзінше, ажырасу аяқ асты қабылданған шешім емес, бірнеше жыл бойы ойланып, ортақ келісімге келген қадам болды. Ең бастысы балалардың мүддесі депті. Балалардың әкесімен бірге тұру ортақ шешіміміз, қоғам пікірі екінші орында дейді ол. Әдетте ажырасқанда балалар анасымен қалатын еді. Бұл расында тосын шешім екен. Назира ханымның айтуынша, қазір бұрынғы жұбайы жаңа отбасымен тұрып жатқан үй ата бабадан қалған қара шаңырақ, мұрагерлері Сатаев пен оның балалары. Алайда ажырасу кезінде жасалған кейбір ауызша келісімдердің орындалмаған сияқты. Қазір ол балалармен үйдің ішінде емес, көбіне сыртта, аулада немесе көлігінің ішінде кездесетінін жеткізді. Ешкім тыйым салмапты, бұл өзінің таңдау екенде атап өтті. Тағы бір қоғамды таңғалдырған жайт, Назира Бақаеваның қазір Бостон некесі форматындағы өмір сүріп жатқаны, яғни өзіне жақын құрбысымен бірге өмір сүреді, бірге тұрады. Бұл тіркесте енді осы сұхбатта дейін естімегенмін. Мен де білмеппін. Сөйтсем, бұл екі әйелдің бір шаңырақ астында некесіз, романтикалық не жыныстық қатынаста міндеттемей бірге өмір сүру формасы екен. Бұл сұхбат қоғамға енді көп сұрақ тастады.